Ойбой, мұндай есептерді біздің кезімізде бастауыштың балалары да шағып тастайтын. Егер мына бір теңдеулер жүйесін шығара алмасаң, міндетті түрде видеоның соңына дейін қара, лайк, комментарий жазуды ұмытпа. Шығару жолы өте көп, мен саған бір әдемі шығару жолын көрсетемін, міндетті түрде есіңе сақтап ал. Қараңдар, егер логарифм негіздері бірдей қосу болса, міндетті түрде екі логарифм бір-біріне аргументі көбейтіледі екен. LG x көбейтілген y тең болады екен LG 2-ге. Осы жерден потенцирлейміз, потенцирлеу деген екі логарифм екі жағы теңдіктің бірдей логарифм болса, демек аргументтерін бір-біріне теңестіре аламыз деген сөз. Сонда x y тең болады 2-ге. Осы жерден мына бірінші теңдеу, мына екінші теңдеу осыларды пайдаланып, қазір x пен y түбірлерін табады екен біз. Осы жерден мен керемет бір әдісті қолданып жіберсем, өз ойымыздан мен оқушыларға айтам, от себя 2x y-ті қосайын, және де мағынасы өзгеріп кетпес үшін 2x y-ті азайтып тастайын. Тең болады нешеге? 5-ке. Мына бір жерде көріп тұрғандарыңыздай бұл қысқаша көбейту формула x плюс y-тің квадраты деп жазыламын, минус x көбейтілген y-тің орнына 2-ні қоямын, мына жақта 2-мен көбейтіліп 4 болады, оң жағынан минус болғандықтан плюс болып өтеді, ол үшін короче тең болады 9-ға. Екі жағын түбірастына аламын. Сол кезде бізде x плюс y тең болады екен, міндетті түрде плюс минус 3. Бірінші жүйеміз шығады, x қосылған y-іміз 3-ке тең болады, екеуінің көбейтіндісі 2-ге тең болады. Вет атамыздың айтуы бойынша екеуінің қосындысы 3 көбейтіндісі 2 болса, ол бізде 1 мен 2 немесе 2 мен 1 болады. Неге? Өйткені 1-ге 2-ні қосатын болсақ 3 па? 3. 1-ге 2-ні көбейтетін болсақ 2 ма? 2. И наоборот та ол орындала береді. Сондықтан түбірлері осы болады екен. Ал мына жүйенің шешімі бар ма, жоқ па, комментарийға жаза кетсеңіздер. Тамаша. Және де тегін дайындық материалдарды алу үшін міндетті түрде біздің телеграм каналымызға өтіңіз. Good job.